Ассалаумағалейкумдер. Көптен бері видео жазып едім. Жазуға тура келіп тұр. Себебі құрбандық, тағы бірдемелер бізге дінмен бірге келді деген ұғымнан біздің қазақтар қазіргі таңда шыға алмай тұр. Оның бәрі көне заманда болған, язычествода, солярный культта, до религии, діндердің алдында ондай құрбандық шалу, садақа беру, садақа нету, оның бәрі болған. Садақа деген сөз, сат, ақы. Аңғашардың алдында сдабривание духом деген мәселе болған. Қазақшасын енді келтіре алмайтын, түсіне жатарсыңдар. Сосын сөйтіп кісіні де құрбандыққа шалатын уақыт болған. Сол уақыттарда қазақ дүниесіменен соның бәрін түсініп, дүниетанымменен келіп, жаңағы неше түрлі дүниеден апат болған. Сол апаттардың жаңағы құдайлардың ашуланып атқаннан келген деп түсініп, оның артынан зерттей келе түсінік тапқан адам табиғатқа қиянат жасалғанда содан кейін апат болады. Сол апаттардың алдын алу үшін сондай құрбандықта адам шалған уақыттар болған. Содан одан арылып, артынан түсініп, дүниенің бәрін ол түсінікпенен түркі елдерінде өздігінен кеткен ондай құрбандық. Бірақ сондай түсінікке жете алмаған елдер сосын соны тыйым салу үшін өздерінің зиялылары үлкен ой тудырып, қырғын мәселе қылып, соны түсіндіріп жеткізу үшін неше түрлі әдемі іс-әрекеттерге барған. Сол іс-әрекеттердің арқасында оларда да кісінің құрбандық шалуы тиіліп, содан қой шалуға көшкен. Енді садақаны жаңа айтып кеттім, сат, ақа. Сатып алудың ақысы табиғаттан, құдайдан, енді әр заттың өзінің иесі бар деп түсінген қазақ, әлі дейін сондай түсінік бар. Көп заттықын бірақ ұмытып қалуы мүмкін. Жер ана, ұмай дейді, судың атасы иесі Сүлеймен дейді, жылқының иесі Қамбар дейді, түйенікі Ойсылқара, соның бәрі әр заттың иесі болған. Сол иесінен ұлықсат алып, солынан сөйтіп құрбандыққа, садақаға барған. Енді құрбан деген сөзге келетін болсақ, құр деген әңгіменің өзі айтып тұрмын. Пустой или объедини. Бан деген сөз енді қазіргі таңда ағылшын тілінен келген деген көрсетеді. Қазіргі аңғыл тілінен енді древний английскийді банан деген сөз болған дейді. Оның әр жағына барса ол индоевропейский тілге барады дейді. Енді қазіргі таңда бан деген сөзді заблокировать пользователя, официально превозгласить установки власти, отлучить, изгнать, тыйым салу дегенге келеді. Енді бан деген атақ титул болған екен Хорватияда. Мүмкін қазірде бар шығар, білмеймін. Сөйтіп тыйым салу деген келеді. Құр тыйым салу. Бұлай қарап аударсаң, енді ол құр деген түріктердің сөзі, бан деген ағылшын сөзі. Бірақ сол бан деген сөздің өзінде арғы түбінде қазақтың иісі болып, я түркілердің иісі болуы мүмкін. Индоевропейский тілдер, ана парсы тілі жатады. Сол парсы тілінен қалай шыққанын зерттеп қарасаңдар, түріктерге алып келуі мүмкін. Осыменен сау саламат болыңдар. Ой салатындай әңгіме болса қабылдап алыңдар. Құр әңгіме болса сызып тастап ұмытып кетіңдер. Ал керегін алып, керек емесін
жоқ қылуыңызға, я болмаса ізденуге пайдасы тиіп жатса құба құп. Сау болыңдар.